IP адрес берілген. Бізде 135 174 234 56. Бұл бізде. Одан кейін маска берілген, иә? Маска берілген. 255 248 248 0. Бізде табуымыз керек ішкі желі номері, дұрыс па? Ішкі желі номері қандай деген сұрақ беріледі. Енді бұл жерде біз ішкі желі номерін табуымыз үшін бізге берілген IP адресті және масканы егіл санау жүйесіне айналдырып алуымыз керек. Одан кейін, қазір бірінші кезекте соны жасайық. 135 деген санымыз, 135 деген санды біз айналдыруымыз керек егіл санау жүйесіне. Ол үшін 1 2 4 8 16 32 64 128. 128-ің өзі кіреді, 64 кірмейді, 32 кірмейді, 16 кірмейді, әрі қарай 7 керек па бізге? Осынай дұрыс па? Сол кезде біздің бірінші IP адресіміз, яғни 35 деген санымыз 1 0 0 1 0 0 4 0 ма? 0 0 1 1 1 деген мағына береді. Одан кейін 174 деген санды шығарамыз. Мынау кіреді, кірмейді, 32 кіреді. 150 бола ма? Мына жерге бірінші IP адресімізді екіге айналдырып алдық. Енді масканы айналдырамыз. Маска бізде 250 148 болады. Енді осы жерде біз маска бізге қазір аш түрде берілген. 255 255 248 0 деп. Енді дәл осы бізде жабық түрде берілуі мүмкін. Ол дегеніміз бізде масканы бермейді, масканың орнына IP адрестің қасына слэш қойып, неше бір бар екен айтады. Бізде мысалы 16, 17, 18, 19, 20, 21 слэш бар. 21 бар деген сөз. Кей кездерде маскамен келеді, кей кездерде маска берілмейді да, тек қана слэш 21 деген болады. Сондай келген көрген болған керек болып отыр, ол дегеніміз 21 дана 1-ден кейін 32 дейін әрі қарай 0 деген мағына береді. Түсінікті ғой? Енді біз дәл осы жазып болдық, мынау екеуі одной той же, яғни екеуі бірдей. Мынау маска осындай да дұрыс болуы мүмкін, мынандай да келуі мүмкін. Екеуі де бірдей. Екеуі де 21 дана 1, әрі қарай неше 11 дана 0 деген мағына береді. Енді сәйкесінше әр бір санға саны сәйкесінше көбейтіп шығамыз. Яғни 1-ге 1-ді, 0-ге 1-ді әрқайсысына жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Енді осы жерде логично ойлайтын болсақ, біз кез келген санды 1-ге көбейтетін болсақ, сол санның өзі келіп шығады. Сонда мына жердегі санымыз бізде 135 деген мағына береді. Дұрыс па? Басынан 135 болған. Мына октетіміз 135 құрайды. Келесі октетімізде бізде 174-тің өзін құрайды. Өйткені ол басына 174 болған. Ал келесі мына жерде. Бұл жер есептелінеді бізде. Мына есептелінеді. Ал мына жерде кез келген санын 0-ге көбейтетін болсақ, ол 0 болып кетеді. Бізде ішкі желі номерін табуымыз осы үшінші октетке негізделіп тұр. Яғни мына жерге дейін 3 дана 1 болады. Өйткені 1-ге 1, 1-ге 1, 1-ге 1 көбейтсек 1 болады. Одан кейін 0, одан кейін 1, одан кейін 0, 0, 0. Ал енді осы екі санау жүйесіне санды біз 10-ға айналдыратын болсақ, бізде екілікте берген санды айналдыратын болсақ, 232 ма? Деген мәнді береді екен. Яғни сол кезде бізде IP адрес берген, маска берген, сонда ішкі желі номеріміз бізде неше болды екен? 135, 174, 232, одан кейін 0 деген ішкі желі номері. Бұны табу бізге не үшін керек деген сұрақ. Біз таптық, жарайды. IP адрес берілген, маска берілген, біз желі номерін таптық. Бірақ не үшін керек? Біз бұған неден пайдалана аламыз, не үшін пайдаланамыз деген сұрақ. Тауып жатырсыңдар, бірақ білмейсіңдер. Дұрыс па? Яғни бұл жерде бізде IP адрестер очередьпен беріледі. Мысалы, например, ең бірінші номер 1 IP адресіміз бізде болуы мүмкін, ол 00001 деген IP адрес болуы мүмкін. Одан кейінгісі 002, 003 болып кете береді. Бірақ бізде IP адресте өзгермейтін орындар болады. Мысалы, біздің мектепте оқушы саны аз, мысалы, оқушы саны, мұғалім саны аз болса, біздің IP адресіміз ішкі желі номері барынша соңғы жағына жақындай береді. Мысалы, бізде мынау екі орын өзгермейді ешқашан. IP адресімен кетеді. И 232-ден аз IP адрес берілмейді. Яғни, бірінші IP адресіміз, мысалы, раутер болатын болса, раутердегі ішкі желі номері 135, 174, 232, 0 деген ішкі желі номері болатын болса, одан кейінгі IP адрес беріледі бізде 135, 174, 232, 1 деген. Wi-Fi-ға жалғанатын болсаң, саған 1 деген IP адрес береді. Одан кейін ақуын жалғанатын болса,
Ахуға не береді? 135, 174, 232, оған 2 деген IP адрес береді. Сонда біз мына IP адреспен, яғни мына ішкі желі номерімен қанша адрес, неше адамға IP адрес еркін түрде бере аламыз деген сұрақ. Ол дегеніміз біз максимум мына жерде 255-ке дейін бере аламыз. Дұрыс па? 255-ке дейін бере аламыз. Сол кезде бізде үшінші октетіміз әрі қарай тағы да бір IP адрес қосылатын болса, үшінші октетіміз уже 255-тен әрі қарай өтпейді. Бірақ одан алдыңғы октетіміз, яғни үшінші тұрған октетіміз 233 болады. Значит, біз жалпы неше IP адрес бере аламыз деген сұраққа қалай жауап береміз? 255-тен аламыз 232-ні. Сол кезде 3, 2, 0. 23. Яғни бұл енді 23-ті көбейтеміз 255-ке. Себебі, мына жерде 255-ке жетпейді 23. Бірінші 33 болады, 230, ол 234, 235. Әр екі мынақта 255 толған кезде бірге арта береді. Как анау машиналардың несі болды ғой, датчигі болды ғой, қанша жүрген есептейтіні. Басында бірінші ең соңғы сан 9-а толғаннан кейін, одан алдыңғы сан 1-ге айналады. Одан кейін соңғы сан 9-а толғаннан кейін ол 2-ге айналады. Дәл сол сияқты, мынау әр 255-ке толған кезде, мынау 1-ге артып отырады. И бұл да максимум 255-ке дейін барады. Сол кезде бізде 255-ке 23 жетпейді екен, 23 айналады, әр айналған кезде 255 IP адрес қуады. Көбейтетін болсақ неше болады екен? 58. Яғни біз ішкі желі номері 135, 174, 232, 0 деген ішкі желі номеріге қанша не екен? 5865 құрылғы жалғай аламыз сол IP адреске. Түсінікті ғой? Мысалы ертең универге барған кезде үлкен айтишник болып қалсаңдар, басқа болатын болса, сендерге осындай компьютер желі құру керек болса, Wi-Fi жалғап беру керек болатын болса, мысалы біздің мектепке, қандай IP адрес біздің мектепке жеткілікті, соңғы IP адрес қана жеткілікті, бізде өзгермесе жеткілікті. Бізге қандай маска керек? Ол кезде 255 0 деген маска жеткілікті. Өйткені бізде максимум мектепте 255 адам жалғануы мүмкін. Мынау 255-ке барады, сол кезде әрі қарай IP адрес берілмей қояды. Вот, егер енді бұл біздің мектептің құрылымы кішкентай. Ал енді үлкен университетте мыңдаған, 10 мыңдаған оқушылар оқитын мекемелерде, студенттер бар жерлерде, ол кезде бұл бізде аздық етеді. Сол кезде әрі қарай біз уже 255-те емес, мынау соңғы ғана октетте емес, одан алдыңғы октетті да көбейтуіміз керек болды, бірлер санын. Түсінікті ғой? Солай біз IP адрестегі ішкі желі номерін таба аламыз. Түсінікті ме? Әрі қарай ертең бізде осындай проблема келетін болса, ол кезде дұрыс жауабын бере алуымыз керек. И бізде жауапта именно сол жауап бізде бар, иә? Мына жерде 135, 174, 232, 0 деген IP адресіміз біздің жасаған жұмысымызбен тура келеді.